Құрметті кітап оқырманым, Ильяс Жансүгіровтің «Құлагер» шығармасы туралы білу үшін ме едіңіз? Ильяс Жансүгіров қазақ әдебиетінің аса көрнекті ақындарының бірі. Оның шығармашылығы қазақ поэзиясын жаңа деңгейге көтерді. Ұлттық болмыс пен тарихи шындықты бейнелеуге ерекше үлес қосты. 난 어떻게 저러다 쇼풍다 하고 하루 시험에든 Ақын Ильяс Жансүгіровтің өнер тақырыбына жазылған көрнекті поэмасының бірі «Құлагер» қазақ халқының әйгілі өнерпазы ардагер ұлы Ақан серінің өміріне арнады. Ақан сері асқан әнші, ақын сері адам. Ол құлагерін баптап, Сайқұлжасында өтетін үлкен бәйгеге алып келеді. Бұл бәйгеге елдің түпкір-түпкірінен ең жүйрік аттар жиналады. Құлагердің жүйріктігінен қорыққан Батыраш есімді бай, оны бәйгеде жеңіске жетпес үшін қастандық жасап, жолда тұрып Сайгүлікті таспен ұрып өлтіреді. Ақан сері жарық дүниеде жан серігі болған Құлагердің қазасына қатты қайғырып, оның құрметіне әйгілі Құлагер әнін шығарады. Құлагерді бәйге шабатын аттардың санатына қосты. Өңбайсыншының айтқаны біз үшін заң. Құлагер бәйгеден озып келсе қайтеміз? Егер Құлагер бәйгеден озып келсе, қандай тілегің бар? Айта ғой, ақан. Егер бәйгеден бірінші келсе, бәрің түгел бостандық аласың. Құлагер бірінші болып кетсе, лес қамыстың ішіне кірме, айналып өтіп ұқтың ба? Ұқтым.